Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 65-ші сабақты бастаймыз. Тақырып: өнер туралы не білемін? Сөз таптары жайлы болады. Тақырыбымыз: бірінші тапсырма. Тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Өнер. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Мәтін не туралы екендігіне жауап берейік. Мәтін бұл әрине өнер түрлері туралы айтылған. Өнердің қандай түрлері бар және өнердің пайдасы қандай? Сонымен бірге өнердің мақсаты туралы айтылып тұр. Келесі екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы. Сөздер сөз таптарына қалай топтастырылғанын ойлап көр. Сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді не деп атаймыз? Әрине, зат есім деп атаймыз. Екінші, заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге ие, яғни заттың түрін, түсін, сапасын және санын білдіретін сөздерді сын есім және сан есім арқылы айтылады. Төртінші тапсырма. Әр сөз табы туралы білетініңді айт. Яғни бізде зат есім, етістік, сын есім, сан есім 4 сөз табы берілген. Енді әр сөз табына анықтама беріп өтейік. Заттың атын білдіретін сөзді зат есім дейді. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, әншілер, кімдер, әншілер, кеме, не деген сұрақтарға жауап береді. Келесі сөз табы сын есім. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қандай, қай? Мысалы, әдемі гүл, қандай гүл? Үлкен үй деген сияқты мысалдар келтіруге болады. Келесі сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап. Бұл жерде кітаптың санын білдіріп тұр. Қанша кітап? 5 кітап. Екінші үй, 30 килограмм деген сияқты мысалдарды келтіреміз. Келесі сөз табы етістік. Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөз табы. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Келесі тапсырма. Кестені пайдаланып сөздерді сөз таптарына талда дейді. Өнер. Бізде өнер не деген сұраққа жауап беріп зат есім болады. Көркем. Мысалы, көркем табиғат десек, қандай табиғат деген сұраққа жауап береді де, көркем бізде сын есім болады. Эстетикалық дегенде бізде сын есім. Игеру, не істеу, етістік болады. Сомдайды, не істейді, бұл да бізде етістік болады. Оқушылар, бүгін өздеріңмен сөз таптарын өттік. Каналға жазылып, достармен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.